Компьютерлік сауаттылық курсы бағдарламаларды орнату. Алдыңғы сабақтарда файлдар туралы сөз қозғаған кезде файлдарды құру үшін сәйкес бағдарлама керек деп айтқан болатынбыз. Және де меню пуск тақырыбын өткен кезде осы меню пусктың ортаңғы бөлігінде біздің компьютерімізде орнатылған барлық бағдарламалар көрсетіледі деп айтқан болатынбыз. Енді осы бағдарламаларды қайдан және қалай орнататын туралы айтайық. Алдымен шамалы тарихқа үңілсек. Осыдан бірер жылдар бұрын бағдарламалар осындай орнату дисктері түрінде таратылды. Яғни белгілі бір бағдарламаны сатып алу үшін оның дискісін сатып алып компьютеріңізге салып орнату керек болған. Ал ақылы бағдарламаларды көшіруден қорғау үшін түрлі әдістер қолданды. Мысалы, сізге бір рет қана енгізілетін код ұсынылды, немесе ол ойын болатын болса, кей жағдайда компьютеріңізге дискті салмасаңыз, ойын іске қосылмайтын. Тағы да көптеген әдістер болған. Бірақ ғылым мен техниканың дамуына, интернеттің дамуына байланысты дискілер ақырындап тарих қойнауына көшті де, қазіргі таңда бағдарламаны орнату үшін оның орнататын бағдарламасын интернеттен жазып алсақ жеткілікті. Бұл бағдарлама орнатудың бірінші әдісі. Енді соны іс жүзінде көрейік. Сіздің интернетпен танысуыңыз интернет браузер арқылы жүзеге асатындықтан, біз қазір интернеттен Firefox интернет браузерін жазып алайық. Ол үшін кез келген іздеу платформасына Firefox деп жазсаңыз жеткілікті. Сізге берілген сілтемелердің ең біріншісі осы Firefox браузерінің ресми сайты. Бұл өте маңызды. Кез келген бағдарламаны жазып алудың ең бірінші қайнар көзі ол оның ресми сайты болу керек. Басқаша жағдайда, егер сіз бағдарламаны бөлек бір сайттардан жазып алатын болсаңыз, ол көп жағдайда вирус болуы мүмкін. Ең сәтті жағдайда ол қарапайым вирус болады, немесе белгілі бір алаяқтардың сіздің компьютеріңізді бұғаттап, ақша талап ететін арнайы вирустарды болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде ресми сайттар арқылы жұмыс істеңіздер. Сайтқа кіреміз. Қазіргі таңдағы көптеген заманауи сайттар сіздің компьютеріңіздің сипаттамалары мен орнатылған операциондық жүйені анықтай алады. Сондықтан сізге көп жағдайда тек қана орнату файлын жүктеп алу жеткілікті. Шамалы күте тұрамыз. Кейін бірден жүктелу басталды. Міне, сіз көріп отырғандай инсталлер, яғни орнатуы. Ары қарай біз тек қана осы файлға шертіп тікелей орнатумен айналысамыз. Бағдарламаларды орнату процесі әртүрлі болып жүруі мүмкін. Кейбір бағдарламалар қосымша бір ақпарат сұрайды, яғни қолданатын адамның есімін сұрауы мүмкін, бағдарламаны орнату жолын сұрауы мүмкін, немесе бағдарламаға қосымша баптауларды алдын ала беруді сұрауы мүмкін. Ал мына жағдайда Firefox браузері ешқандай артық сұрақ қоймай, бірден орнатуға көшіп кетті. Мына жердегі прогресс бар толығымен біткен кезде бағдарламаңыз толық орнатылып болады. Жалпы бағдарламаларды орнату ешқандай қиындық туғызбау керек. Сізге бар болған экранда пайда болған нұсқаулықтарды дұрыс орындап отыру керек. Біздің бағдарламамыз орнады, және де автоматты түрде бірден Firefox браузері өзі ашылды. Яғни біз бірден осы бағдарламамен жұмыс істей аламыз. Мысалы, қазір мен YouTube сайтын басып аштым, және де бәрі істеп тұр. Демек, мен бұл браузермен толыққанды қолдана аламын. Енді бағдарламаның орнатудың тағы бір жолын көрсетейін. Бұл жолды тіпті бағдарламаны орнату деп те айту қиын. Кейбір бағдарламалар осындай бір файл күйінде жүреді. Оларды portable дейді, яғни бір орыннан екінші орынға емін-еркін ауыстыруға болатын. Бұлайша қазақша айтқанда көшпенді бағдарламалар. Олар орнатылмайды, осы күйінде жүреді. Яғни сіз осы бағдарламаны іске қосу үшін тек қана үстіне 2 рет тінтуірмен шертесізді іске қоса бересіз. Бұл бағдарлама туралы біз алдағы уақытта қосымша айтатын боламыз. Осылайша біз бағдарламаның орнатудың екі түрлі жолын қарастырдық. Ол орнату бағдарламасы арқылы, яғни инсталлер арқылы бағдарламаны толығымен компьютерімізге орнатамыз. Екіншісі ол portable нұсқасы. Ол жағдайда бағдарлама тек қана бір файл күйінде болады. Оны
бір орыннан екінші орынға немесе тіпті басқа компьютерге көшіріп, бірден сол компьютерде орнатусыз қолдана беруге болады. Бағдарламаны орнатудың келесі жолы сізге бір жағынан өте таныс болуы мүмкін, өйткені ол ұялы телефонға бағдарламаларды орнатумен өте ұқсас. Сіздің компьютеріңізде өздігінен орнатылған Microsoft Store бағдарламасы болады. Ол бағдарламаны ашатын болсақ, интерфейсі әбден таныс болуы мүмкін. Әрине алдымен белгілі бір ойындарды жарнамалап жатыр. Олар ақылы немесе тегін болуы мүмкін, немесе басқа да бір шарттары болуы мүмкін, және басқа да түрлі бағдарламалар кездеседі. Осы бағдарламаның ішінде сізге қажет ойын немесе бағдарлама табылып, сіз оны осы жерден бірден орнатып ала аласыз. Әрине Windows операциондық жүйесіне жазылған бағдарламалардың барлығының осы Microsoft Store'лық нұсқасы бар деп айта алмаймын. Кейбір бағдарламалар бұл жерде кездеспеуі мүмкін, және де ол бағдарламаларды алдында көрсетілген әдістердің бірімен орнатуға тура келеді. Алайда осы жерде де біраз бағдарламалар бар. Мысалы, іздестіріп көрейік. Бүгінде ұялы телефондарда кеңінен қолданылатын, мысалы WhatsApp бағдарламасының осы жерде компьютерлік нұсқасы бар. Соған шертетін болсақ, осы бағдарламаның беті ашылады. Бұл жерде оның рейтингісін, қысқаша сипаттамасын, және де біздің компьютерімізге орнатылған ба, орнатылмаған ба, соны біле аламыз. Мысалы, бұл бағдарлама маған орнатылып тұр. Мен оны іске қоса аламын. Ал егер бұл бағдарлама маған орнатылмаса, онда мен оны осы жерден загрузить деп орнатып ала алатын едім. Орнату интерфейсімен жақынырақ танысу үшін бүгінде кеңінен тараған әлеуметтік желі TikTok'ты ашып көрейік. Міне, бағдарламаның беті ашылды, сипаттамасы жазылып тұр, рейтингісі көрсетілген, және де оның құны жазылады. Бұл тегін бағдарлама екен. Енді оны өзімізге орнату үшін получить батырмасын басамыз. Басып көрейік. Көріп отырғандарыңыздай жазып алуға белгілі бір дайындықтар жүріп жатыр. Содан кейін осы бағдарлама біздің компьютерімізге жүктеле бастайды. Енді біз өзімізге таныс жазуларды көрдік. Бұл бағдарлама бізге орнатылды. Енді оны іске қоса аламыз. Мына үш нүктеге бастатын болсақ, біз тура ұялы телефондағыдай өзімізге жазылған бағдарламалардың тізімін көріп, оларды жаңарта аламыз, белгілі бір баптауларды жүргізе аламыз. Және тағы да сол сияқты әрекеттер жасай аламыз. Мысалы, біз өзіміздің компьютерімізге жазылған бағдарламалардың тізімін көрейік. Ол үшін біз Моя библиотека бөлігіне кірдік. Осы Моя библиотека бөлігіндегі установлено деген бөлігін басатын болсақ, біздің компьютерімізге орнатылған бағдарламалардың тізімін көруге болады. Ол біз жақында ғана орнатқан TikTok, және де оның алдында орнатылған бағдарламаларды көре аласыз. Осымен біз бағдарламаларды орнатудың 3 әдісімен таныстық. Егер барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.